Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Біз бүгін мына Астана қаласындағы Мегаға келдік. Бүгін демалыс күні болатын. Балаларды кішкене ойнатып, өзіміз біршама киім қарайық деп ойлап жатырмыз. Мына жерде біз үйге колясканы тастап кеттік. Осы жерден прокатқа береді. 500 теңге, где-то сағаты 500 теңге. Мынандай машиналар да береді, егер баламен киім қарап аралайтын болсаңыз. Бірақ біз енді балалармен араламаймыз, сондықтан машина алған жоқпыз. Бұларды ойнайтын жерге кіргізіп жібереміз 1 сағатқа. Одан кейін ары қарай киім қараймыз. Жолдасым куртка ма или бір джемпер ма көрейік деп жүрміз. Міне достар, біз киім қарап жүрміз. Мына жақта сіздерге Меганың әдемілігін көрсетіп жатырмын. Мынандай табиғатқа жақын болып жүрмін негізі. Білмеймін, гүлдерді көрсем түсіргім келіп кетеді. Мына жерге детский бутикқа кіріп шықтық. Қандай киімдер сатылып жатыр екен деп киімдерді көріп шықтым. Негізі осылай киім қарап кішкене осылай жүрген өте қатты ұнайды. Негізі білмеймін, осы бір расслабление бола ма, сіздерде сондай ма? Жақсы көремін осылай аралап, бірдеңе қарап, сатып алған, ой, одно удовольствие ғой. Сол осындай киімдер бар екен. кезде мен екі баланы осы ойнайтын жерге тастап кеткен болатынбыз. Соны қазір екеуін кіріп алып шығатын болам.
Сөйтіп мен кірсем, құз қызым жылап жатыр. Не болып қалды десем, мына жақта мен баламай ініме дейді, то есть мен екінші баламаш енді. Ана қыз тиісті, ана бала ұрды деп, мен де ана жерде жынданып, тиіскен ұрысқан қыздарға бәріне ұрсып тоже. Сөйтіп жынданып шықтық, сонымен балалардың қарындары ашып қалыпты, сонымен неге пицца жедік. Біз KFC жедік, мына жерде екеуі осы жерде аюдың қасына суретке түсейік деп, сонымен суретке түсіп жатқан жайымыз бар. Екеуі қарындары ашып жеп отыр. Темірхан да қарын ашқан. Кішкене бұзықтық жасады, бірақ та шашып бәрін бұзық болды. Ал біз болсақ осындай KFC жедік. Көбісі острый екен. Бірақ өте дәмді болды, Аллаға шүкір. Енді мына уже келесі күн. Мен бүгін Fix Price магазиніне бардым, және де Скифқа бардым. Соны көрсетейін сіздерге. Мынандай майда шүйде заттар алдым. Мынандай клубникадан мен мусорный ящик, мынандай мама. Еще мынандай балаларға наклейка. Этот бояйды еще, я не помню. Туалетная бумага, салфетки, мынандай пакетиктер керек үйге. Сосын мынандай тряпкалар, уборка. И мынау ыдыс-аяқты жуғаннан кейін қойғыш алдым тағы да. Дұрыс айтасың қызым. Мынандай ойыншық салғыш салдық Fix Price'тан. И мынандай киім салғыш. Еще мынау мейірім деген қызға мынандай күшті қызыма ободок алдық. Сосын шашына күшті резиночкалар алдық. Уже тағы үлгердік, я? Красивая. Одан кейін мынандай алып. Универсальный чистящее средство. Короче, мынау тауық мен не жасаймын, филетан котлеттер жасаймын. И Fix Price'тан мынандай маған бонусная карта берді. Скидкамен енді алатын боламын. Печенюшки, чай, майонез. Сосын біз мейірім қызым екеуміз күшті бір кекстар пісірейік деп шештік. Өте нежный, дәмді болып шықты. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа керек, мынандай 1 стакан сүт, сахар, вареная сгущенка керек, 1 қасық сода керек, ұн и сары май керек 150 граммдай. Бірінші біз сахармен мына жұмыртқаны жақсылап тұрып миксермен араластырып аламыз. Одан кейін барып қана сүтті құйып, сосын сода, маймен майды құямыз. Одан кейін барып қана соңында ғана ұнды араластырып формочкаларға құятын боламыз.
Енді біз мейірім екеуміз мына формочкаларға құямыз. Не и ортасына сгущенка бір қасық салып, сосын тағы да біздің дайындап алған массамызды формочкаға құятын боламыз. Міне бізде осындай красоталар шықты. Өте дәмді болған. Жасап көрсеңіздер болады, өте тез әрі оңай жасалады. Рецепті вообще күртік. Мына жерде біз сол бағанағы Мекаға кетіп бара жатқан кездегі жолды түсіргем. Бірақ бұл бөлікті соңына қарай қоя салдым. Кешкі уақыт болатын. Ал достар, рахмет бізбен бірге болғандарыңызға. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазасыздар. Алғыстарым шексіз. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.